Қайырлы күн. Бүгін средства для духовок и плит Фаберлик компаниясының сіздерге көрсеткім келіп тұр. Артикулы 111-19. Бүгін микроволновканы тазартқым келіп тұр. Жай ғана үстіне жұқалап жағып қойып жатырмын. Жерлерінде де қолмен ұстағасын барлығы май болады әрине. Ішіндегі май басқа заттармен, жай сумен тазарту мүмкін емес. Сондықтан да бәріне жұқалап жағып қойып жатырмын. Ішін, сыртын қойып жатырмын. Бір 20 минут уақыттан кейін сүртіп аламыз. Қараймыз. Есігіне де майлар тұрып қалады. Сондықтан ештеңесін қалдырмай. Мінекей, 20 минуттан кейін көретін боламыз. Қайырлы күн. Біз бүгін Фаберлик компаниясының для духовок и плит деген средствосын сынап жатырмыз. Мінекей, микроволновкаға барлық жеріне жағып қойдым. 20 минут бұрын бәріне жақтым. Анандай майы көрінбей тұрса да, жаққаннан кейін бәрі бетіне шығады. Көрдіңіздер ма? Есігіне дейін бәрін жақтым. Енді қазір сүртемін. 20 минут өтті. Көрдіңіздер ма? Әппақ болып жатыр. Тек жай ғана сүртіп шығып жатырмын. Әппақ болып. Енді тамаша. Өйстіп 20 минуттың ішінде кез келген майлы ыдыс, духовка, противень барлығын тазартып алуға болады. Сонымен нәтижесі тамаша. Жай ғана ешқандай күш салмай бір сүртіп алғаннан осындай әппақ болып жатыр.
таза.